Вот. Вот что значит. Написал туда. Азаматтардың өтініштері нәтиже шығару үшін хатты дұрыс толтырып, жауапты мекемеге жолдануы шарт. Көбіне құқықты бұзылған уақытта тұрғындар қайда арыздану қажет екенін білмей жатады. Сол себепті сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі еріктілер жылы аясында адал көмек атты жобаны іске қосты. Мақсат азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру және халықтың әлеуметтік топтарына заңгерлік көмек көрсету. Там стояли с этим стоматологией студент, слышали, как я. Тұрғындар сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің басшысымен ендігі кезекте антикор орталығында жүздесіп, көкейлеріндегі сұрақтарға жауап таба алады. Жалпы адамдарды денсаулық сақтау, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және білім беру саласындағы сыбайлас жемқорлық оқиғалары алаңдатады екен. Итак, они запросили по 8 миллионов. По 8 миллионов. Әр сенбі сайын антикор сервистік орталығында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің қызметкерлері, заңгерлері, адвокаттар, нотариустар, сондай-ақ жоғары оқу орындарының студенттері мен оқытушыларының тегін кеңес береді. Бұл таптыра бермейтін үлкен мүмкіндік дейді мамандар. Я помогаю, они мне уже записывали, я не знал этого. И держат двумя руками. Так. Аян Алматұлы, Николай Шевелев, 5-ші арна.